Сәлем достар, кей кездері адамдар өздері білмеген жағдайда керемет видеоларды түсіріп алады. Бүгінгі видеода мен сіздерге дәл осындай камераға түсіп қалған керемет жағдайларды ұсынатын боламын. Ал сіз видео басалмастан бұрын арнаға жазылып, қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Жер шары бойлап, опырулар көптеп күзетілуде. Олар бір-бірімен пішіні және үлкендігімен бөлінеді. Олардың кейбіреулері өте қауіпті болса, ал кейбіреулері мүлдем қауіпсіз. Мына видеоға жақсылап назар аударыңыз. Ауыр жүк машинасынан кейін жолдың ортасында шұңқыр пайда болды. Артынша шұңқырға жеңіл машина түсіп кетті. Машина ішіндегі жүргізушіге ештеңе болмады деген үміттеміз. Үлкен ғимараттардың құлауы барлығы үшін қызық, алайда ғимараттардың барлығы жоспардағыдай құлай бермейді. Міне, мысал үшін Қытайдағы бұл ғимарат құлау кезінде екіге бөлініп кетті. Бұндай жағдай жиі кездесе бермейді. Ал мына жігіттің жолы болды. Ол сәл болмағанда жерге құлап, ауыр жарақат алуы әбден мүмкін еді. Қауіпті бұрылыс. Үлкен жүк машинасы бағдаршамдан бұрылды және өзімен қоса жеңіл жүк машинасын ала кетті. Екі мың 16 жылы Сан-Антонио теңізінен шыққан суы қала шетін жуып кетті. Табиғи апат кезінде басқа конструкцияларға қарағанда көпірлер көптеп бұзылады екен. Міне, осыған бір дәлел. Ал мына қызық жағдайды өзіңіз бақылаңыз. Үйлер біз үшін жылжымас мүлік болып есептелінеді. Алайда қазіргі таңда бұл дұрыс пікір емес. Қазіргі таңда үйді бір жерден басқа жерге көшіру әбден мүмкін. Міне, керемет бейне. Краснодар қаласында полиция қызметкері үйректердің жолды кесіп өтуіне көмектесуде. Ал мына жігіт сәл болмағанда ауыр жарақат алатын еді. Мына бір шебер жүргізушіге респект. Достар, видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып, қоңырауша түймешесін басып кетіңіз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.